Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мраморный бисквит жасайтын боламыз. Құрамында творог болады. Бисквиттің өзін жегенде кішкене құрғақтау болады ғой. Творогты қосылған кезде өте дәмді, влажный болып келеді. Жасалу жолы өте оңай және заттары да қолжетімді болып келеді. Жасап көріңіздер достар. Бірінші құрғақ заттарды біріктіріп аламыз, яғни ұнға какао қосамыз, қант, тұз, шымшым, ас содасы, қамыр қопсытқыш, яғни разогретель саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқа, сұйық май, ерітілген сары май және сүт құйып, бірінші лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Бір шай қасық уксус саламыз. Миксермен түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Бірінші салмамыз дайын болды, енді екіншісін жасаймыз. Оған творог керек, менде үйдің творогы, кез келген творогты пайдалансаңыздар болады. Қант саламыз және 3 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймақ дүкендікі. Бір жұмыртқа салып блендермен еземіз. Блендер болмаса миксердің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Форма менде диаметрі 26 см, астына пергамент қағазын салдым. Шоколадты массамызды құямыз. Кез келген форманы пайдалансаңыздар да болады. Творогты мен кондитерлік қапқа салып алдым. Қасықпен құйсаңыздар да болады, немесе салафанға құйып алып салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауыңызша жасайсыздар. 180 градуста 60 минут, яғни 1 сағаттай пісіреміз. Шпажканың көмегімен тексеріп тұрсаңыздар да болады. Егер құрғақ болса, онда піскен деп ала бересіздер. Дайын болды, өте әдемі болды. Әбден суығаннан кейін барып формадан шешеміз. Достар, жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.